дәл осындай жағдайда бронепленка сізге қалай көмектесе алады? Еш қалай. Видеоны да қазір қараңыз, түсінесіз. Мына люкс пакетпен жабыстырылған жалпы бампер не емес. Бұл тестовый машина. BYD. Жалпы Қытайда тестовый машина деген бар. Негізі бүкіл әлемде бар ғой тестовый машина деген. Оны сіздерге 1 минуттың ішінде сыйғызып айтатын боламын. Тестовый машина деген не? Жалпы кез келген автоконцерн өзінің трассасы болады, және де сол жерде өзінің автомобильдерін тестировать етеді. Может 6 ай, может 1 жыл деген сияқты. Ходовойын, бүкіл детальдарын қарайды, моторын қарайды деген сияқты. Жаңадан шыққан модельдер болмаса енді шығайын деп жатқан модельдерді. Соларды алады да жүргізіп болған кейін оны сата алмайды ешкімге. Оны авторазборларға сатады. Қытайдың ішінде сондай авторазборлар бар. Сол жерден сіздерге детальдарды алып салып жіберсек болады. Жағдайлары идеалға жақын, новый сияқты. Бірақ кішігірім сарапина болуы мүмкін енді жүрілген машина болғаннан кейін. Бірақ бағалары нормально, разумный бағамен. Оригинал новыйдан қарағанда где-то бір 50%-ға, может 40%-ға арзан болады. Егер автобөлшектер қажет болса, Қытайдан жазыңыздар. Немецкий, японский, китайский, кішігірім және де корейский автомобильдер бар.